оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Біз міне сіңілім екеуміз қазір осы Екібасты аралап жүрміз. Екібастың магазиндерінен приздар алып жүрміз. Нәу жүрген магазинге келдік. Міне Силкой деген магазин бар екен. Одан біраз керек заттар алдық. Ол заттарды алып жатқан себебіміз біздің туған жеріміз, ауылымыздың тұрғындары, бұрынғы тұрып кеткен адамдары бәрі бірігіп дұға берейін деп жатыр, Құран оқытайын деп жатыр. Одан кейін стелла құрылды. Сол стеллаға үлкен шара өткізейін деп жатырмыз. Соған приздар алып жатырмыз. Мына Екібастұз қаласының Жібек жолы деген ауданы. Мынандай Әулиетас, Қойтас деген елді мекен. Осы жерде де жолда стелла қойып үлкен ас берілген бұл елдің адам азаматтары да. Өлкеге келдік, Желтауымызға келе жатырмыз. Қазір осы жерде стелла орны ашылады. Стелланың ашылуы болады. Біздің менің туған жерім, туған елім. Бұл жерде қарақаттың мекені, бүлдірген, қарақат, неше түрлі жемістер өсетін жер. Ауылымыз Желтауға жол тартып барамыз. Міне қазір стелланың ашылуы. Ауылымызға жол тартып барамыз.